Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз 2 сынып оқушыларына қазақ тілі пәні бойынша 1 сабақты өтетін боламыз. Оқушылар, бүгін біз 2 сыныпта оқимын деген тақырыппен танысатын боламыз. Менің атым. Жаңа сөздер: нешінші, екінші, үшінші қабат. Тыңдалым тапсырмасы: тыңда, қайталап оқы. Сәлем, менің атым Андрей. Сенің атың кім? Сен нешінші сыныпта оқисың? Сәлем, менің атым Әлібек, мен 2 сыныпта оқимын. Сәлем, менің атым Айгүл, мен 3 сыныпта оқимын. Сен ше? Сәлем, менің атым Рая, мен 1 сыныпта оқимын. Айтылым тапсырмасы: 1 тапсырма сұрақтарға жауап бер. Әлібек нешінші сыныпта оқиды? Әлібек 2 сыныпта оқиды. Айгүл нешінші сыныпта оқиды? Айгүл 3 сыныпта оқиды. Рая нешінші сыныпта оқиды? Рая 1 сыныпта оқиды. Дұрыстап айт. Қабатта 3-ші. Қабатта 3-ші. 2 тапсырма: айтылым оқылым тапсырмасы. Оқы, сөйлемдерге сұрақ қой, үлгі: оның аты кім? Менің атым Әлібек, мен 2 сыныпта оқимын. Мынау менің мектебім. Менің мектебім үлкен, менің сыныбым 1 қабатта. Мен 2 қатарда 3 партада отырамын. Оның аты кім? Әлібек қай сыныпта оқиды? Ол қайда барады? Әлібектің мектебі қандай? Оның сыныбы қай қабатта? Ол қай қатарда, нешінші партада отырады? 3 тапсырма жазылым. Суреттерге қара, өздерің қалаған сурет бойынша кейіпкерлердің диалогын толықтырып жаз. Диалогке кемінде 6 үн қатар болсын. Мөлдір апай, сәлеметсіз бе? Менің атым Хан. Сәлемет пе? Мектепке қош келдің. Рахмет апай, сенің ақылды оқушы болатынына сенімдімін. Сәлем, менің атым Хан. Сәлем, менің атым Еркебұлан. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Енді біз 1 сыныпта оқимыз. Иә. Айтылым тапсырмасы 3 тапсырма. Әлібек пен Аннаның Саша мен Әнелдің атынан диалог құраңдар. Сәлем, сәлем. Менің атым Әлібек. Сенің есімің кім? Менің атым Анна. Танысқаныма қуаныштымын. Сен қай сыныпта оқисың? Мен 2 сыныпта оқимын. Сау бол, келесі кездескенше. Сау бол. Саша мен Анелдің диалогы. Сәлем, сәлем. Менің атым Саша. Сенің есімің кім? Менің атым Анел. Танысқаныма қуаныштымын. Сен қай сыныпта оқисың? Мен 3 сыныпта оқимын. Мен 2 сыныпта оқимын. Сау бол, сау бол. Жаттайық. Кім кезіксе көшеде, таныс емес демеймін. Аға, тәте, көкеге сәлеметсіз бе деймін. Менің атым Әлібек, мен 2 сыныпта оқимын. Сен нешінші сыныпта оқисың? Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі сабақты жіберіп алмаңыз. Сау болыңыздар.